Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін мен сіздерге заманауи цифрлық білім беру платформаларының бірі ToyTeaser сайтын ұсынғым келіп тұр. Ол сайтқа кіріп алайық. Мінекей осы сайт, яғни ойыншықтар театры. Бұл сайт тек қана оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға арналған интерактивті білім беру ресурстарын ұсынады. Платформада математика, оқу сауаттылығы, өнер, музыка және түрлі логикалық тапсырмалар мен сабаққа байланысты түрлі деңгейлік ойындар бар. ToyTeaser сайтының ерекшелігі оқу процесін ойын форматына айналдыру. Яғни тек қана теориямен ғана шектелмей, осындай түрлі ойындар сабағыңызға қоссаңыз болады. Және де жас ерекшелігі де қарастырылған. Бұл жерде бастауыш сыныптан бастап, тіпті балабақшадан бастап 8-ші сыныпқа дейін қолдануға болады. Мысалы, математика бөліміне өтейік. Міне, математика бөлімінде бізде түрлі тапсырмалар ұсынылған. Бір кемшілігі бұл сайт ағылшынша. Мен мына жерде аудармасын қосып қойдым. Және бұл бастауышқа ғана емес, қосымша ағылшын пәніне де қолдануға өте ыңғайлы екен. Мысалы, мен мына жерде бір ойынды ашайын. Осыны аш көрейін. Осындай ойындар бар. Қандай бағытқа? Осындай сергіту сәтіне қолдансақ болады. Тағы басқа ойынға кіріп көрейін. Бұл осындай ойындар екен. Мына жерде түсіндірмесі жазылған. Және де бізде мына бөліміне өтсек, бізде математика сабағына арналған түрлі интерактивті есептер бар. Мысалы, сағаттың түрлері. Мысалы, қаран, осыны көрейік. Біз оқушыларға осы сағатты тақтада көрсете аламыз, түсіндіре аламыз. Мінекей. Өте ыңғайлы және тегін. Осылай. Мінекей біз мына жерде біз таңдай аламыз. Кіріп көрейік. Оқушыларды бір-бірден шығарып, осы тапсырмаларды орындатсақ болады. Мінекей, осылай. Оқу бөліміне өтсек, бұл жерде ағылшын тіліне қолдануға болады. Түрлі ойындар бар осындай. Мен бір ойынға кіріп көрейін. Сергіту сәтіне қолдануға өте ыңғайлы. Мен ойыншылар таңдаймын. Мысалы, 5-еу. 6-ау таңдаппын. 5-еу. Түсіндірмесі жазылған. Кейін бастаймыз. Мысалы, бұл тапсырмаларды өзіміз сабақта ойын қарастырған кезде осы шаблондарды қолдансақ болады. Егер сізде бастауыш сынып болса, математика бөлімі сізге өте ыңғайлы. Мынаны ашып көрсек. Мына оқушыларды осылай шығарсақ болады. Өте қызықты болады оқушыларға. Түсінген ме?
Так. Мына жерде қанша алмұрт, мысалы бір бастауыш сыныпта өте қызықты ойын болды. Осылай. Мінекей әріптестер, бұл сайт өте ыңғайлы, бастауыш сыныпына арналған, және де сонымен қатар сайтта тапсырмалар тағы да бір мінекей осы ойындарды қолдансақ болады. Қазіргі білім беру жүйесіне оқушылардың қызығушылығын сақтау маңызды. Осы тұрғыдан алғанда той тизер сабақты қызықты, интерактивті және нәтижелі өткізуге көмектеседі. Назарларыңызға рахмет.